Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен оқу жетістіктерін бағалауды іске асыру тақырыбын ұсынамын. Қарастыратын мәселелер: Неопарт ерекшеліктері, онлайн тестпад, онлайн тест құрастырушысы, QUIZIS викториналарға арналған онлайн құрал, Learning Apps платформасы, Jamboard компаниясының интерактивті онлайн тақтасы, Padlet онлайн тақталарын құруға арналған платформа, Wizard.me интерактивті жұмыс парақтары. Ұсынылатын әдебиеттер: негізгі әдебиет Бұзабағова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямханқызы, Маковецкая Анастасия Андреевна, цифрлы педагогика. Тараз, 2022 жыл. Неопарт ерекшеліктерін ашып көрсетеміз. Неопарт бұл веб-сайт пен қосымшалар негізіндегі сандық құрал. Мұғалімдерге оқушылардың өзара әрекеттесуіне және үйренуіне болатын интерактивті слайд оқу ресурстарын құруға мүмкіндік береді. Неопарт сонымен қатар оқуды қызықтыру ету үшін ақпаратты геймификациялауды қолдана алады. Microsoft PowerPoint және YouTube сияқты көптеген құралдармен жақсы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мұғалімдер бұрыннан бар ресурстарды қолдана отырып, сабақты тез әрі оңай өткізуге медиа файлдарды оңай импорттай алады. Сіздердің назарларыңызға Неопарт қызметінің басты бетін ұсынамын. Неопарттың басты ерекшеліктеріне назар аударамыз. Оқыту. Неопарт оқушылардың түсінігін тез және оңай бағалауға мүмкіндік береді. Білім алушылардың материалды қайталауға тарту үшін сұрақ-жауап ойын ұйымдастыруға болады. Білім алушылар оқу жүйесіне оңай қатыса алады және бірден қандай ақпаратты білгені және қай материалға көбірек назар аударғаны бойынша кері байланыс жасауға мүмкіндік береді. Көріну. Барлық ақпарат білім алушының жеке құрылғысында болады. Компьютерде, iPadта немесе ұялы телефон экранда болады. Бұл әркімге барлық материалды анық көруге мүмкіндік береді. Проекторды немесе теледидар экранын пайдалану кезінде кейбір білім алушылар бөлменің басқа бөлігінің көру қиындықтарына тап болуы мүмкін. Ал Неопарт көмегімен әр оқушы ақпаратқа оңай қол жеткізе алады. Білім алушылар оларды сақтау үшін диаграммалардың скриншоттарын алуға мүмкін болады. Неопарттың төмендегідей ерекшеліктерін атап өтеміз. Слайдтар жасау, викторина құрастыру, сауалнама алу, ашық сұрақтар, презентациялар жасау, бірлескен жұмыс тақтасы және 3D модельдеу. Слайдтар PowerPoint жүктеуге немесе Неопартқа слайдтар жасауға мүмкіндік бар. IT білім алушылар сұраққа жауап беру үшін суреттер сала алады және фото суреттерге түсініктеме бере алады. Викторина. Викторина дәреу кері байланыспен сұрақтар қоюға мүмкіншілік туғызады. Келесі ерекшелік сауалнама. Сауалнама сыныптың жалпы жауаптарын көру үшін сұрақтар қоюға жол ашады. Алдын ала және кейінгі бағалау үшін бұл өте тиімді. Ашық сұрақтар қоюға және жауап алуға мүмкіндік туғызады. Білім алушылар сұраққа жауап беру үшін жауаптарды пернетақтаға да енгізе алатын мүмкіндігі бар. Келесі ерекшелігі бірлескен жұмыс тақтасының болуы. Білім алушылар Padlet сияқты миға шабуыл идеяларын жариялай алады. 3D модельдеуді жүзеге асыруға мүмкіншілік туады. 3D модельдерін зерттеуге болады, скриншоттар жасауға болады және IT жазуға мүмкіншілік туады. Сіздердің назарларыңызға мазмұнды құру терезесін ұсынамын. Онлайн тестпад конструкторы. Онлайн тестпад конструкторы конструктор бірнеше түрлі сұрақтар қоюға мүмкіндік береді. Бір немесе бірнеше таңдау, санды немесе мәтінді енгізу, еркін жауаптар, әртүрлі тесттер, сөзжұмбақтар құруға пайдалы.
Онлайн тестпад, онлайн тест құрастырушысы. Онлайн тестпад көп функциялы конструктор. Оның көмегімен тест, сауалнама, сөз жұмбақ, викторина, диалог тренажерлар сияқты басқа да іс-әрекеттер жасауға мүмкіншілік бар. Конструктор түрлі сұрақтар қоюға мүмкіндік береді. Сұрақтардың жалғыз таңдауы болуы мүмкін. Пайдаланушы ұсынылған тізімнен тек бір жауап нұсқасын таңдайтын сұрақ түрі болуы мүмкін. Сұрақтың бір түрі ең қарапайым және кең таралған. Бірнеше таңдау, сұрақтың бірнеше жауабы болуы мүмкін. Пайдаланушы ұсынылған тізімнен бір немесе бірнеше жауап нұсқаларын таңдайтын сұрақтың түрі. Мұндай тапсырмаларда дұрыс жауаптар саны шектелмейді. Сәйкестікті орнату. Пайдаланушы жауап нұсқаларын бір-бірімен байланыстыруы керек сұрақ түрі. Бос орындарды толтыру. Мәтіннің ішінде орналасқан өріске номерді немесе мәтінді енгізу қажет сұрақ түрі. Рұқсат етілген таңбаларды бақылау және мәтін енгізу арқылы санды енгізу үшін бөлу қарастырылған. Сіздердің назарларыңызға онлайн тестпад сұрақтарының түрлерін ұсынамын. Онлайн тестпад конструкторының интерфейсі. QGIS платформасы. QGIS ойын-сауық принципіне жұмыс істейтін онлайн викторина құралы. Платформа веб-браузерлерде, сондай-ақ iPhone және Android құрылғыларында екеуіне де арналған арнайы қосымшалармен жұмыс жасайды. QGIS ойынның әртүрлі режимдері білім алушыларға топта ойнауға немесе үй тапсырмаларын орындауға мүмкіндік береді. Көзілдірік, реттелетін мемуарлар және қосымша кесте сияқты мүмкіндіктер әр топ сынып үшін тәжірибені жекелендіреді. Викториналарды нөлден құрудың және әр тапсырманы қолмен бағалаудың орнына мұғалімдер негізгі мәселелерді қамтиды және кері байланыс жасауға мүмкіндік алады. Нәтижесінде оқытушыларда жеке қолдау және оқу бағдарламаларын әзірлеу сияқты басымдықтарға назар аудару үшін көбірек уақыт бар. Сіздердің назарларыңызға QGIS құрастырушысын ұсынамын. QGIS платформасындағы викторина кодын енгізу терезесі төмендегідей көрініс табады. QGIS платформасының төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Бірінші артықшылығы. Каходта тегін пайдалану кезінде сұрақтардың тек екі түрі бар болса, ал QGIS-те олардың саны 5 болады. Екінші, QGIS-те көшіруге және өңдеуге болатын көптеген дайын ойындар бар. Үшінші, QGIS-ті Google Classroom-мен біріктіру және оған кішкене заттарды қосу мүмкіндігі қарастырылған. Learning Apps платформасы. Learning Apps білімді тексеруге арналған интерактивті жаттығулар жасауға мүмкіндік беретін тегін онлайн сервис. Learning Apps жұмыс істеудің әдістерін қарастырамыз. Сауалнама әдісі мұнда да бар. Сыныптың жалпы жауаптарын көру үшін сұрақтар қоюға болады. Алдын ала және кейінгі бағалау үшін де өте тиімді. Ашық сұрақтар қоюға болады. Білім алушылар сұраққа жауап беру үшін жауаптарды арнайы пернетақтаға енгізе алады. Learning-пен жұмыс істеудің екі әдісіне тоқталамыз. Бірінші әдіс. Ойын механикасының 20 нұсқасының біреуін таңдап, жаттығуды өзі жасауға мүмкіншілік тудырады. Мысалдармен танысу және тапсырманың логикасын түсіну үшін жаттығулар ұсынылады. Қажетті өрістерді толтыру және қажетті суреттерді жүктеуге мүмкіншілік бар. Екінші әдіс. Басқа авторлардың дайын жұмыстарын шаблон ретінде қолдану, олардағы деректерді өз қалауынша өзгертуге мүмкіндік береді. Кейде дайын нәрсені өзгерту жаңасын жасаудан гөрі оңайырақ түседі. Мәселенің мәні галереяда қосымшалар түрлері бойынша емес, тақырыптар бойынша топтастырылады. Сондықтан жұпты табу жаттығуларының жақсы үлгісін табу үшін біраз уақыт кетуі мүмкін.
Қайта жасау үшін қажетті түрдегі жаттығуды тез табу әрдайым мүмкін емес. Сіздердің назарларыңызға жаттығу редакторын ұсынамын. Сіздердің назарларыңызға дайын жаттығулар жиынтығының сыртқы көрінісін ұсынамын. Таныс болыңыздар. Назарларыңызға материалға сілтеме жіберу терезесі ұсынылды. Learning Apps платформасының басты ерекшеліктерін атап өтеміз. Дауыс беру, чат құру, күнтізбе жасау, блокнот ашу, хабарландыру тақтасы. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз. Дауыс беру дегеніміз не? Дауыс беру сауалнамалар жүргізуге мүмкіндік береді. Автор бірнеше жауаптары бар сұрақтар тізімі. Есепте ол белгілі бір опция үшін берілген дауыстар санын көре алады. Сауалнаманы Learning Apps пайдаланушылары арасында жүргізуге немесе оны жалпыға қол жетімді етуге мүмкіндік туады. Чат. Сіз чат құра аласыз. Сілтемені дұрыс адамдарға жібере аласыз. Және олармен сөйлесуге де мүмкіндік бар. Чатқа қосылу үшін тіркеу қажет емес. Бәрі мінсіз жұмыс істейді. Бірақ интерфейс орыс тіліне аударылмаған. Күнтізбе. Қарапайым функционалдылық. Жалғыз артықшылығы, сіз күнтізбеде басқа адамдармен бірлесе жұмыс жасай аласыз. Және оларға Learning Apps-ке тіркелудің де қажеті болмайды. Блокнот. Ондағы жазбаларды тек қосымшаның авторы жасай алады. Қалғандары оларды тек оқи алады. Хабарландыру тақтасы. Сіз мәтіндік және мультимедиалық жазбаларды қалдыра аласыз. Оларды барлық пайдаланушылар қоса алады. Және жоюға да мүмкіндік бар. Тек қосымшаның авторы ғана жою мүмкіндігіне ие болады. Jamboard интерактивті онлайн тақтасы. Jamboard бұл интерактивті тақта түріндегі қызмет. Ол өз идеяларын Jamboardта көрсету және қарапайым тақтада жұмыс істеу, және қызықты шығармашылық шешімдерді бірлесіп және нақты уақытта аяқтау арқылы оңай жеткізуге көмектеседі. Jamboard ұқсас қосымшалардың арасында үздіксіз жұмыс істейтін функциялармен ерекшеленеді. Бұл сурет салу немесе графикалық дизайн қосымшалары сияқты күшті емес, және олардай болуға да тырыспайды. Оның орнына Jamboard өмір сүру сапасын қамтамасыз ететін мүмкіндіктерге назар аударады. Бұл жазбалар жасауды, идеяларды беруді және тұжырымдамаларды нақты тақтада болғандай түсіндіруді жеңілдетеді. Сіздердің назарларыңызға Jamboard жобасын ұсынамын. Назар аударыңыздар, сіздердің назарларыңызда Jamboard құралдар панелі ұсынылды. Jamboard'ың төмендегідей артықшылықтарын атап өтуге болады. Қаламның бірнеше түстері бар. Қара, көк, жасыл, сары және қызыл. Өшіргіш құралы бар. Өшіргіш құралы сіз жазған нәрсені және құралды жоюға мүмкіндік береді. Таңдауларды, мәтін мен сызбаларды жылжыту үшін пайдалануға болады. Лазерлік құрал интернеттегі экранды көрсету кезінде презентацияның белгілі бір бөліктерін көрсету үшін де пайдалы болады. Бірнеше қосымша мүмкіндіктерге өте шектеулі жиынтықтан стикерлер қосу және сіз жасай алатын жазбаларды қосу мүмкіндігі де кіреді. Қаламмен жазудың орнына мәтінді тікелей енгізе аласыз. Болдырмау түймесі бар. Болдырмау түймесі сонымен қатар жақтауларыңыздағы суреттер немесе PDF файлдарды ретінде бөлісу мүмкіндігі қарастырылған. Padlet платформасы. Padlet мазмұнды орналастыруға арналған, тақталарды құруға арналған платформа. Padlet көмегімен ми шабуылын өткізуге, презентациялар жасауға және брифингтер өткізуге болады. Сондай-ақ платформаны интерактивті сабақтар өткізу үшін де білім беру мақсатында өте оңай, жеңіл пайдалануға болады. Padlet пайдаланушыларында дашборд бар.
Олар әріптестердің тақталарына қосыла алады. Бұрыннан жасалған тақтаны өңдей алады, немесе жаңасын жасай алады. Padletті мұғалімдер кеңінен қолданып жүр. Оны педагогикалық құрал ретінде қолдану әртүрлі академиялық журналдар мен конференцияларда, соның ішінде білім беру технологиялары мен компьютерлердегі компьютерлік технологиялар қауымдастығының конференциясы мен халықаралық білім беру инновациялары конференцияларында зерттелуде. Сіздердің назарларыңызға Padlet платформаларының үлгілерін ұсынамын. Назар аударыңыздар. Jamboardтың артықшылықтарынан тоқталамыз. Тақталарды брендтеуге, олар үшін фонды, пайдаланатын қаріптерді және негізгі түстерді таңдауға болады. Тақтаны жасағаннан кейін оған мазмұн қосуға мүмкіншілік бар. Бұл бейнелер мен суреттер, сілтемелер, файлдар және басқа элементтер болуы да мүмкін. Олар аттауы, сипаттамасы және мазмұны бар карталарда орналасқан. Карточкаларды, үлестірмелі тапсырмаларды тақтаның кез келген жеріне орналастыруға болады. Олардың мөлшері мен фонын, яғни түсін өзгертуге болады және бірнеше карталар арасында байламдар жасауға да мүмкіншілік бар. Сіздердің назарларыңызға Padlet мазмұнының нұсқаларын ұсынамын. Назар аударыңыздар. Сіздердің назарларыңызға жаңа қатысушылардың шақыру терезесі ұсынылды. Зейін салып назар аударыңыздар. Padlet'тің төмендегідей ерекшеліктерін атап өтеміз. Интерактивті тақталар жасау, бірлескен жұмыс және редакциялау, тақталарды брендтеу, медиа файлдарды, сілтемелер мен құжаттарды қосу мүмкіндігі, қол жеткізуді басқару және дайын шаблондарды да пайдалану мүмкіндігі. Визерми платформасы. Визерми интерактивті жұмыс парақтары. Визерми бұл ашық ақпараттық білім беру ортасында сабақтар үшін инновациялық білім беру ресурстарын құратын педагогтар қауымдастығы. Визерді мұғалімдер төңкерілген сабақ, қалыптастырушы бағалау, аралас оқыту технологияларын құру үшін де қолдана алады. Бағалау, сауалнама жүргізу, кері байланыс жасау үшін өте ыңғайлы. Тапсырмалардың кең спектрін тез құруға мүмкіндік береді. Ашық сұрақтар, бірнеше жауап таңдау, сәйкестендіру және мәтіндегі олқылықтарды толтыру, кескінге, кестеге, фрагменттің аудио жазбаларына түсініктеме беру, өз ойын тұжырымдау. Визер қызметі мұғалімдердің тәжірибесі мен шығармашылық әлеуетін жариялайтын және одан әрі пайдалану немесе редакциялау үшін ашық электронды галереяда жинақтайтын білім беру ресурстары болып табылады. Сервис платформасында дидактикалық материалдарды құру бойынша мұғалімдердің бірлескен қашықтықтан жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік ашылады. Сіздердің назарларыңызға Визермидің басты бетін ұсынамын. Назар салып қараңыздар. Назарларыңызға Визерми қызмет сұрақтарының түрлері ұсынылды. Назар аударыңыздар. Визерми платформасының басты ерекшеліктеріне тоқталамыз. Интерактивті жұмыс парақтарының дизайны пайдаланушылар қаріпті пішімдеу үшін фон мен тақырыптарды таңдай алатындай етіп мұқият ойластырылған. Сұрақтардың көптеген түрлері автоматты түрде бағаланады. Алайда ашық жауап тапсырмалары қолмен тексеруді қажет етеді. Пайдаланушыға жұмыс парағының тапсырмаларына мультимедиалық файлдарды, бейне, аудио суреттер қосуға мүмкіндік береді. Тапсырмаға ашық жауаппен жауап бере отырып, білім алушы өз жауабын мәтіндік графикалық форматта жаза алады. Жауапты аудио файл түрінде жіберуге мүмкіндік бар. Тиісінше тапсырманы құрастырған пайдаланушы оны аудио файл ретінде жаза алады. Тапсырманың немесе нұсқаулықтың мәтінін дауыстап оқып, сұрақ қоюға да мүмкіншілік бар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.